Шынында да сізге білмеген адам болса, қайратыңызға, қазір сөзіңізге қарап 80 жас ешкім бере қоймайды. Осы медицинаның, осы мен жаңағы емделетін жеріңіз немене жыл екінші санаторийдің күші ма жоқ, ата-бабадан келген қуатты. Жаңа бір ақсақалды айтып отырдыңыз ғой, 100 қанша 136-ға келді деп. Иә. Әлемді бұл жалпы менің өз әкем 47 жасында. Жұмәліздің әкесі күдері би 45 жасында. Бұндай сонша ұзақ жасағындар аз. Ар жағында Смайылжанды деген кісі бәлкім 70-ден асқан болу керек. Екі Кәржанды деп атаған екен, жасы біразы келген. Енді осы қанда ма, басқада ма, Алланың берген несенді. Және бағана Ахметбек айтып берем, біздің елде Семейде, Ақсуатта, мұрын ішінде жеті Жорымбет дейді. Сол Жорымбет деген кісі болған 18. Наймандар жоңғардан ағысып, арқаға оған кезде ауып барған Жорымбет дейді. 36 жасқа келген екен. Сол бейті қазір Астананың ар жағында 15 шақырым жерде Жорымбет деген бекет бар, тура сол жерден келді. Енді қызық нәрсе, Жорымбеттің үлкені Жорымбет 130-ға келіп, сайрап отырса, үлкен ұлдарының бір қыдыр алжып отыр дейді баласы. Сонда баласының басынан сипайды дейді Жорымбет дейді. Бұл барғам не көрмеді? Ылғи жердің өті жауының бетінде жүрді ғой, шаршайтын уағы болды бұл құлының деп баласының басын сипайды. Қолына қанша кеп отыр? Қолында 100-ден асып отыр енді. Енді оған да сөз жоқ, 100-ден асқан кісі ал жейді. Ал енді алжу деген тақырып бізде көп жеткізген жоқ. Бар нәрсе. Кәріліктен адам организм шаршауынан, қажуынан, Uzun özümün dere terbiyesi, can terbiyesi, ruh adamda. Ağası sol... En sesini götürüp oturur. Kom dersene baylansın koyuyor. Жүрегінің жолын берсін сізге. 136-да келіп, қолының 100-ден асқан үлкеніңіз қанша келеді сонда?